Достар, 1 грамм ұны жоқ дрожжсыз нан көрдіңіз бе? Ендеше қараңыздар, 3 жұмыртқаны жарып, яғни сары мен ағын қосып, сметана азғантай столовый ложкамен 2-3 қасық қоссаңыз болады. Пищевой сода жарты қасық тұзды араластырып, әбден дайындап аламыз. Содан кейін блендерден өткізілген, болмаса осылай ұсақтап турап, грек жаңғағын қоссаңыз болады. Оларды да әбден араластырып, үстіне овсяныйды қосамыз. Енді көз мөлшеріне қарай 200-300 грамм қосуға болады. Өзіңіздің силиконовый протеиніңізге байланысты. Мына жерде силиконовый протеинге дайындалған смесімізді барлығын саламыз. Дайын болған смесімізді жылы жерге бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. Бетіне күнжітті сеуіп 200 градуста пісіріп аламыз.